қалайсыздар деп. Ана әкеп берейін ба? Жоқ. Пәстеу екен шама. Істеу ма? Аванс бермейміз бірден Кімге болса бұр үйірін сынарады. Конечно. Можно позвонить минута 500 рублей деді, короче. У меня рублей нету, только тенге деген. Орманның ортасына келіп тұрды. Багажник ашып баса. Кірейік деп айтады. Братан, шатасып кетпе. Негізі анекдот көп. Если осы нені міндет шоуды көріп атсаңыздар, арасында бағанағы анекдот білетін болсаңыздар, сол анекдоттарды айтып отырыңыздар. Комментария жазыңыздар, біз өзі келесі жолы может сіздің атыңызды атап тұрып айтамыз. Оның да биік сияқты. Надан, не ау? Бізден биік отыруға ұялдың ба? Более-менее. Қосымшалар, қосқаннан алушылар алынбайды. Бір, екі, үш кеттік. Құрметті көрермендер, бізде міндет шоу жалғасуда, бірақтан екеуі түсіргенбіз. Әлі шыққан жоқ. Әлі шыққан жоқ емес, шықты. Жарықты көріп атқан кезде, в общем, Шетінеп кетті. Шетінеп кетті. Ауыр. В общем, құрметті көрермендер, мен ауыстырам по-любому ше болмайды ма? Давай ма? Қатты биік шандай. Мен ойлағанда болмай қалды. Айбықтаңыздар. Ант қоямыз да. Өзім ойлаймын, дастарханға жая саламын, жерге жая саламын да болады дастархан. О, міне. Міне шоу, міне дастархан. Енді түстім, мен түші. Бір түрлі өтінші. Алайда бүгін Ромбекпен столда жиналып отырмыз ағайын. Бүкіл мәселе қозғалатын мәселе алдыңғы подкасттарыңыз неліктен шетінеп кетті? Соны Сәкетін өздіп көткізім ба? Ол жерде жағдай бұлай болды. Біз 21 плюс шығарғамыз. Біз ойланғамыз, андай масштабный, да, типа. Бірақ қазақилықты ұмытып кеткен екенбіз бұл жерде. Бұл жерде пошлый әзіл өте көп. Өте көп. Оны әке-шешеміз көреді деп ойламағанбыз ғой, в общем. И әке-шешеміз көріп, сонымен Балдарым деді ғой. Не аласыңдар бұндай нәрсені жақсы. Мен қазақ емессің ғой. Мен Азербайжан. Азербайжан. Мен метиспін бар еді. Сен метиссің ба? Мен метиспін ғой. Сен түрінде голландский. Қазақ құсам өттірі. Получается, бүгінгі подкаст тоже анекдот туралы болады. Бұл міндет шоу болып қала берсін, бірақ мен ойлап атым да анекдот айтайық, арасында бірақ бір тема қозғау керек сияқты. Давай. Міндеттіміз. Міндеттіміз. Міндет. Сен кетіп қала береді кезде. Сен жүзе берсің. Арасында басын тұрып, морған батып. Қозып тұрасың батып. Болды. Жарып отырың, Анау, осы алдыңғы неде подкаст түсірген кезде монтажда мынандай нәрсе істейміз. Ишақтың дауысын шығарамыз, там ана жерлерінде. Өтпей қалса құрбақан дауысын қойып. Типа сондай сияқты нәрсе істейміз деді, бірақ монтажда анау Серікбай Елеуов деген жігіт қарқымады, в общем. Азынан кешке дейін. Таныспаңыздар Серікбай Елеуов. Жар Серікбайлар. Ондай болса, бір анекдот айтып жіберейік. Жасы үлкен болып өзің басты. Жасы үлкен бастасын арамызда. Мен анекдотым бірақ 38-40 плюс да. Бол? 38-40 аудитория арналған күлесен бе күлмесен бе. Өздерің білесіздер еді, күлсеңіздер, күлмесе күлмесіздер. Міндет шоу ғой бұл. Міндет шоу комментарияға міндетті түрде жазыңыздар осы кісінің анекдотын. Күлулеріңіз міндет. Міндетсіңдер күлуге. Бір күні ол Союз кезінде ғой, ауылда шеттерде автобус уақытпен жүреді ғой. Көкем жұмысқа автобусқа
үлгермей жатқан өзі автобустар қайтып қандай гармошка ашады есіктер ғой так 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 деп жүрген кезде тик 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 ішіне қойлар арта беретін автобустар ғой сөйтіп көкем автобусқа жүріп бәрі неге жүріп барады ғой автобусқа мінеді аяғын басып қалады артқы зеркало қарамай ма білесіз да кісі еш жабады ғой сөйтті мен мініп алып естай мен негізі мынандай болған менде ше мен күлмеймін деп отырғанмын негізі мен күлмеймін деп отырғанмын әдейі күлмейші осы өткізіп жібере салайыншы деймін деп ше бірақ мына мимика ойнатып кеткенше иә дерзкий. он шақты жылдар айтып болсам да бала кезде естігем ше сида айтқан кезде өзі мынау жауап өскен сайын мұрынды өседі Бұл жерде енді бұл кісінің айтқысы келгені әлеуметтік мынау көлік мәселесін қозғап жатқан деп бастап кетті. Негізі айтпақшы құрметті достар, құрметті ағайын, давайте бүгін бүйтейік та автобустар туралы насихаттайықшы. Автобустар. Мәселе сізде қоғамдық көлік. Сіз мәселе жүрмейсіз да ондайда. Мен жүремін. Неге? Жүремін ғой. 30 жыл отырғанмын. Мен байқағаным осы соңғы кезде жеке басым, басқаларына жауап бермей жеке басым мынандай нәрселер пайда болыпты ше. Менде бонус жиналып қалды, Каспиймен төлеп оплата жасаймын ғой бағана заттар қалған кезде. И содан бонустар түсіп жиналып қалды. И сол бонусқа мен автобусқа жаратамын. Жақсы. Мәселен жақсы. Келем, QR-мен төлейсің. И осы соңғы кезде жас бағана автобуста айдайтын жігіттердің көбісі дікең етіп, короче, анандай нәрсе қояды да маған. Наличка төлейді? Наличка төлейді. Перевод істейді. Мен қазір қойды. Қазір наличка тұрамын. Қазір сол мысалға мен бүгін азында келдім да, 70 теңге. Енді ол жерде айта аласыз. Кешірім тоқтаңыз дейді. Неге десең, немен төлеңіз дейді. Переводпен жіберіңіз дейді. Не себепті? Вот, не себепті, менде бонус бар деймін да, мен постоянно бонуспен төлеймін, и бүгін де бонуспен төлеймін. Ондай сізді әкетпен дейді келесі жоқ. Жоқ. Не ғой? Заң бұзушылық? Заң бұзушылық. Номер автобуса там анамналарды кейін комментария жазыңыздар, мен сөйледі айтамын. Мынандай мәселе ғой, автобусный паркте мынандай мәселе. Қазір айлыққа отырады, кондукторды алып тастады. 2 күн істейді, 2 күн демалады. Әңгіме жоқ, сағат 5-тен 5-ге дейін істейді. 5-тен 12-лерде апарады автобуста, 2 күн істейді. Айлық 350 мың теңге. Жеке басын білем, таныстарда бар істетіп отқан. Ақша QR-ға төлену керек, немесе наличке төленуге негіз болмайды ол жерде. Наличке төленгеннің өзінің несі болу керек. Чегі бар. Қобдиша деймін дейді, ішіне ақша салынады. Сондай мен оны төлеу керек. Бұл Алматыда осы 20-30 жылдан бері өткен нәрсе ғой. Так что келесі анекдот. Автобустарға уәжім бар ше негізі мен. Автобустарға қозғалды. Автобустар көбінесе айлыққа тұрғаннан кейін байқаймын, клиентке мұқтаж емес. Уақыт созады мейлі ғой. Автобустар остановка тұрғансың, автобустар тоқтайды. Балаңды әңгіме ғой, енді мініп атсаң, еш жаула қойып, мінген кезде еш жаула жүріп кетеді ғой. Көп байқаймын, өзім 4-5 автобус сөйтіп кетіп қалды қоғамдық қой. Ішінде тұрам, апалар, әпшілер автобустан да кейін кезде еш жаула кетіп қалды. Күтпейді. Уәжім бар, ал құлақтарыңыз алтын сырға. Автобус көріңіздер. Анау қарасаңыздар, зани айналары қарасаңыздар, артқа адам келіп отыр. Мынандай да, менің ойымша, ешкімге нем жоқ, менің ойымша, әрбір адам, әрбір осы Қазақстанда өмір сүріп жатқан адам, экономиканы дамыту үшін істеп жатқан ісімізді сүйіп істеу керекпіз. Сүйіп істесек, экономикамыз дамиды. Одан кейін андай әңгіме болмайды. Ана шетелде андай ғой, шетелде андай ғой. Керегі жоқ. Оның бәрі өзімізге байланысты. Негізі әрбір адам өзінің ісін жақсы көріп, соған қарап әрекет етсе. Если ол сенің ісің ұнамай ма, ауыстыр салаңды. Басқа нәрсе істеу керек та. Өзіңе ұнайтын нәрсе. Мысалға, шынымды айтайын, мен кино сферасында жұмыс істеймін уже 9 жыл болды. Менің дымым жоқ. Бірақ мен әлі күнге дейін кино саласындамын. Себебі маған ұнайтын жұмыс осы.
Мен сияқты екенсің ғой. Мен де театр салатын жақсы көремін, бірақ мебель істеп отырмын. Жақтан кәсіпті. Мен ештеңе айта алмаймын. Мен бауырым бар, өзі киноны сүйеді, актерскийді бітірді, режиссер, жақсы ол Шымкент қаласындағы жігіттердің бәрі біледі, Сәбит Әбділді таниды. Ол кісі не істеді, осыдан 2020 жылы алтта қош бол кино деді да, Сауда. базар ашып алды қазір. Пионер базарына арасында бір насихаттап қойыш бауырымның несінше. Пионер базарына барып фрукт алсаңыздар, менің атымнан скидка жоқ деші. 1% деп қойса. Бопты, менің атымнан деп айтсаңыздар, Сәбитке айтып қоямын 1%. Ақыры алғыс легі кетіп отыр екен. Осы орайда осы студияны бізге предоставить еткен үшін, былай ұсынғаны үшін Нұрсейіт бауырымыз Алқа студиясына алғысымызды айтамыз. Алғысымыз шексіз. Нұрсейіт бауырым, рахмет. Жарнама болып кетсін, жарнамадан басталды. Отбасылық фото, жалпы винетка, подкаст, студия барлығы қамтылған. Алып тұр локациямыз бар. Келіп түсірем десеңіздер есік ашық. Адрес, контакты, комментарий астында сілтеме бойынша. Бағамыз. Келіңіздер. Мынау YouTube-та қазір көресіз тұрған астында енді шығады. Сол жерге полный данныйларын қалдырып кетеміз. Геолокация, Нұрсейіт бауырымның номерін деген сияқты. Одан кейін бұл жолда тоже Нұрсейіт бауырымның өзін бір ауызда ескертіп қоямын. Менің атынан 1%. Жақсы ма? Жоқ, шынымен ғой? 1% болды. Айту керексіздерді, бірақ міндет шоудан көріп, тауып келдім 1% скидка деп айтқан Елеуов Серікбай Жарқынбекұлы десеңіздер, скидка жасайды. Нұрсейіт бауырым, дұрыс па? Мысалы 1% деген аз емес, миллиардтан 10 миллион теңге ғой. Миллиард құртыңыздар. Енді арғарап жалғастырамыз ба анекдот? Иә. Қандай анекдот? Бір пошлый емес, бір анекдот айтайық. Пошлыйлардан кейін жаман анекдотта айнып қалдық ше. Общем, андай бір күні жындыхана туралы. Мен өз жындыханадан қашқам деді. 35 горища жақта үйім бар деп Қай қойды. палата жаттың? Көршімізсіз ба? Палаталас деп қойды. Палаталас. Мынандай ғой. Бір күні заводың бәрін кім директор келеді да қызылға краскілеу керек дейді ғой, короче. Заводты қызылға краскілеп қойыңдар. Бір ерекше болып көрініп тұрсын деп ше. Жындыхананың завод бәрін қызылмен краскілеп тастайды. Сөйтіп қызылмен краскілеп болады да. Келесі күні қайтып шығып, директор жұмысына келсе, кеше кетіп краскілеп жатқан қызылға. Келесі күні Қызылдың өзі өтіп жатыр ма? Шарбақтан өтіп жатыр кім директор етіп жатқандар краскілеп жатқан. Келесі күні азында келсе, қап-қара болып тұр андай. Түсінбей қалады, темір кіреді, неме краскілемегенсіңдер анау краскілеңдер, қайтадан шығады, краскілейді. Бағанағы жұмысшылардың бәрі краскілеп шығады. Не болды дейді. Бағанағы бөлінген ақшаның бәріне краскілеп шығып, қайтадан демалады. Келесі күн келсе қайтадан заводтың бәрі краскisi жоқ. Соны түсінбейді, не болып жатыр. Сөйтті, краскілеңдер, білмеймін, ақша жоқ ешқандай, өздерің табасыңдар дейді. Соны амал жоғына пол краскілейді оны, ненің астында. Андай мектептерде краскілейді көп. Сондай көп краскілен қалған екен, сонымен полный краскілеп шығады ғой, короче. Сөйтіп, бұл айтсаңшы. Өтіп жатыр ма? Краскілер. Сонымен бір кезде краскілерді қайт краскілеп шығады ғой, короче, көкке краскілеп шығады. Сөйтсе, бағана жындыханадағы келесі күн директор келсе, көкім өкіп тұрып түсінбейді. Бірақ жынды отырады, короче, келсе. Заводың астында. Еш жақсылық жоқ қойында, анау шығып кетпесін деп өтіп кетеді қасына. Бір кезде барады да краскілеп қойған. Анау қарап отыр. Бір күн өтеді, 2 күн өтеді, 3 күн өтеді, 4 күн өтеді, 4-ші күні барады да ана жынды. Не күтіп отырсың дейді орада. Біреу келетін бе саған? Мынаны піскенін күтіп отырмын. Заводың қызылға. Реальность ожидание болды. Бір күн дейді деп поставка дейін ба? Мен білгем өтпейін. Бір күн маған. Аванс беріп отырмын да басында. Аванс бермейміз, бірден беріп. Қалай, сәке.
ашуыңызды басыңыз. күлкімге кеткенше. В общем, бір күн дейді. Бір күн емес негізі ол. 3-4, 5 бір айтар бір күн ғой. Апта десеш кругом аласыз. В общем, бір апта. бір аптаның ішінде ауылдың ішінде 2 алғаш бар екен да, жас жігіт. Қазіргі мәселе ғой, былайша айтқанда кішігірім политиканы қозғап отқан бұл. 2 алғаш жігіт ауылдағыларынан шамалы ұялып ішеді екен да, бірақ тығылып былай. Сөйтіп ауылда тапа-тал түсте ішкісі келіп кетті да. Қайқашеміз депті. Ешкім көрмейтін жерге жүрші, келесі ауылдың моласы бар, соның астына барып шекті. Жарайды, моланың астында отыр дейді. Енді бүйтіп құйып 100 граммнан шейін деп отса, біреулер табытты көтеріп кеп отыр екен, адам жерлеуге кеп отыр. Ойланып қапты. Жап-жас болып не алып отыр. Сұрашы кім екенін сұрашы дейді ғой біреуіне. Екінші тұрып. Жігіттер астама. Кім жерлеп отсыңдар? Жайша ма? Тыныштық па? Бұл жігіт депті. Алғаш еді таза. Өмір бақи ішкен, шеккен, жүрген, в общем, тек алғаш. Жасы 28-де депті. Ақыры арақтан кетті, жүрек тоқтап қайтыс болып кетті деп. Екеуі, анау жерлеуге әкетіп қалған екеуі ойланып қақып кеткен дейді. Арақтар құйылып тұр, қарап тұр. Қойайық, иманға келейік деп отса, арт жағынан тағы біреулер табыттап келе жатыр дейді. Бұларға не болды деп, бауырым, бұл кісі кім еді деп. Бұл жігіт имамсы, намаз оқитын, спорт оқитын, спортпен айналысатын, өмір бақи түзу жолдар жүрген жігіт. Жасы 45-те қайтыс болып кетті деген. Сөйтіп қарашы деп кетеді. Біреу екеуі бүйтіп ойланып тұрғанда, біреу бүйтіп қарапты да, іш құй деп айтады. Не болды десің? Іш арасы 15-ақ минут екен ғой деп айтады. Иманды болсын, немен қайтыс болыңыз? Не болды? Маған қырқасын. Давай бүйтеміз. Келесі жолы, білмеймін қазір ма, жоқ келесі жолы істейік, потому что мына жерлерде шамалы не істейміз. Келесі жолы давай да мынаның ішінде ішіп жатқан нәрсемізді анекдот айтқан кезде ауызымызды ұстап тұрамыз да. Давай. Ыңғай келген жақ қарап. Жоқ, просто ше, солдағы өтетін сияқты ше. Қалай ойлайсың? Оны айтпай істеу керек та. Айтпау, иә? Айтпай істеу керек. Бүйтейік, келесі қонақ шақырайық, үшеуміз ана қонаққа бүйтейік, қонақ қосылады сол жерде сразу. Сразу жарайтын алады. Пішіне да? Жігіттер көрсін. Еще печеньені сұрашайдан аузыңызға, иә? Жігіттер жата. Жақсы, анекдот деген жақсы ол. Бір күн дейді, екінші күні ғой да. Үшінші бір аптада бір кісінің бауыры түс қапты да. Неге? Бауыр демек қойшы. Келіншек түс қапты да, күйеуі түс қапты больницаға. Сөйтті операциясы, анау уайым, сыртта палатада от, не сыртта коридорда жүреді, врач күтіп отыр, кіреді, шығады, кіреді. Өлтіріп барады. Мен жақын оқиын қанша деген. Врач шығады. Не болды, айтыңызшы, не болды дейді. Короче, жағдай ауыр дейді. Не болып қалды? Так, сервис печень екен қояды. Я, өкпесі ісік бар екен қояды. Білмеймін оны деп, қабырғасы сынған, құлаған бет, құлаған. Аяғы гангрена кестік. Ана вообще айтқан сайын жері кірпады. Ойбай, адам болмайды. Омыртқасын грижа бар екен. Ойбай, басына менингит ісік бар екен. Қойш, айтқан сайын жері кіріп отыр. Ана врач түрін қарап. Ойнап айтамы, өліп қалды деп айтады. Ауыр болды. Иманды болсын дейді, өз жерде өтіп. Содан қапты кеткен кісінің сол. Жөріскім да. Ойнап айтамын, өліп қалды. Айта бер. Енді анаша пошлый емес қой. Пошлый емес, жігіттер. Анаша пошлый емес, бірақ анаша запрещенный ғой. Жоқ, пошлый емес, самый важный пошлый емес. Мақыл, давай кетіп көрейік. Бір күні бір жігіт 20 жыл түрмеде отырып шығады. Түсіп шығады да бұрынғы районына қарай келе жатыр дейді да, бүйтіп есіне алып гараждардың арасында дейді, қарап қалса бір топ жігіт наша шегіп отыр дейді, ганжа. И сонымен бүйтіп қарайды да водяной көтеріп отыр дейді да, баклажкамен көз қызып кетті да, жігіттер менде ұрайшы деп жүгіріп келеді дейді. Бір адам ұрмайсың, бұл ауыр, бұл ұшып кетесің, көтере алмайсың.
мен 20 жыл болды түрмеде отырып шыққаныма. Біразын көргенмін. Әкеші дейді ол. Хорошо дейді, береді. Тартады да. Әлі жіберіп үлгермейді ол. Мына жақта полициялар басып келіп отыр дейді да. Екі-үшеу. Балдар жан-жаққа патырап ұшып, үшеуі ұсталып қалады. Осы ита екі бола. Полициялар тұрады да. Осындай 10 жылдан бері былай қарай арқалайсыңдар. За употребление, за хранение. Арасында бір жігіт тұрады да. Братан келісейік та дейді. 100 мың беремін дейді. Давай дейді да. 100 мың алады, жібере жібереді. Екінші рет, братан менде 50 ақым бар, жібересің ба дейді. На, кетеді. Түрмеден шыққан қазір. Деп отыр дейді да. Менде ақша жоқ жігіттер деп. Аналар айтады дейді, онда бір айтқан нәрсеміз істейсің, жібереміз дейді. Болды дейді. Тұрады да. Бажомидың бутылкасын айтып келеді. До конца отырып осыған дейді. Жігіттер қойыңдар, не айтып отырсыңдар дейді. 10 жыл тағы кетіп қалған келе ма? Жоқ еш. Бажомид қояды. Үстінде тұр дейді да. Жартысына кіріпті да. Деп до конца отырайын деп жатса, жанында бүйтіп тұр дейді. Братан айттым ғой, ұшып кетесің деп. Біріншісіне нормально болды. Таң дейді ба? Жігіті командировать кетеді да, жігіт естен шыққан кезде любовь келеді да, әйелі. Сөйтті жігіт паспортын ұмытып кетеді, сөйтті автобустан бір 15 минуттай қайрайнап келеді. Екеуінің үстінен түсіп қалады. Ана еркек любовіне тапырақтап, не істейсің, ойбай деп ана жатқан кезде әйел почтаны шықты, кішкене почка. Шық дейді содан. Анау шығады да бір құйрығына былай тіреп болады ғой. Ар жақ сырттап мен құйрық іште. Сөйтті ана сөйлеп тұрады да. Әкеш бір нәрсе алып келші дейді оны. Қазір мен келіншегің сен не қылдың ғой, мен сен істеймін дейді. Сен не аласың ба, қуасың ба, педиксің ба, сен қалай сен мен істейсің? Шықсам үйтем қазір. Осыдан мен шығамға шығып қайдам әсе, не бар дейді оны. Шығарады да, тақап атқан кезде, тебеді оны. Әнау кішкене екен дейді да. Қатын, пышақ алып кел, кесеміз, кегедеміз дос. Ой, братан, ойбай, сулап көзі кіретін жер. Ауыр. Мен анекдотқа кіріп кететін бар жаным. Елесетім бе? Бүйтеді бағына. Алло, дәке қалайсыз? Жақсы ма, бәрі жақсы. Серік, короче, мен барсам қазір анекдот айтамын, күлдіре алмаймын ғой мен дейді. Не шығарып отыр? Бұл міндетті шоу, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Бұл жерде осы 3 кісінің ортамызда кім жақсы анекдот айтып жатыр, кімніңкі өтіп жатыр. Мүмкін келесі жолы сол кісі көбірек анекдот айтады. И бізде міндетті түрде комментарий көп жазып, кім көп лайк басатын болса, сол кісілерге біз студияға шақырып, бізбен бірге қосылып анекдот айтуға мүмкіндік бар. Тоқтамай жаза беріңіздер. Не бір анекдотчик жігіттер бар ғой? Оқымаған. Оқымаған. Дипломы жоқ, не деген актерлар бар ғой? Мысалы, Нұрлан Еспан ағамыз мысалы. Бізде мына жерде осы студия тоже подкаст түсіреді. Осы студияда фотостудия, айналаңыз көріп тұрғандай, бізде алдыңғы 2 подкастымыз түсіргенбіз, олар жарық көрмеді, себебі 21+ болды. Сол кезде Нұрсейіт бауырымыз хабарласып, сәке осы жерге келіп түсірсеңіздер болады, кішігірім жарнамалап жіберсеңіздер болды, осы подкастта деп айтты. Енді осы жерде Дәкеңе берейік сөзі. Дәкең күшті, жарнаманы жақсы айтады. Дәке? Не жайлы? Алқа? Осы жер алқаға. Алқа ма? Алқа. Алқа бар да. Салқа бар деген. Мына камераға қарап айта беріңіз. Ана ұнап тұрмаған ше. Зор қарап тұрған. Алқа студиясына келіңіздер. Нұрсейіт бауырым есік ашып күтеді әрдайым. Семейный фото, отбасылық фото, винетка, выпускниктерге, бітірушілерге, басқа да ұзату, лав сториге келіңіздер. Тағы да локациялар қосамыз, дәстүрлік национальный дейді ғой, дәстүрлік ана киіз үйдің жартысы, ішіне анау ұзатуға түсуі. Жалпы Алқа студиясына үлкен рахмет осындай мүмкіндік бергенде Нұрсейіт бауырымызға.
керемет ішінде дүние, бәрі профессионал мамандар, өзінің кәсіп мамандары. Басқа не дейміз басқа? Рахмет үлкен, келіңіздер күтеміз. Үлкен рахмет. Келдік, дайынға келіп отырдық та петличканы тыңқы тағы жерді и подкаст пытырлап түсіре бересіздер. Тура осылай өз подкастыңызды бастасаңыздар болады. Көмек береміз. Мына жақта Нұрсейіт бауырымызға келесіздер. Мына кеше міндет шоуды көрген едік, сода скидка бар деген 1%. Давайте түсіңіз деп. 1%? 1%. Сол себепті келіңіздер, күтеміз. Мен күтеміз деп айта беремін. Күтеді ғой Нұрсейіт бауырымыз. Біз енді қызмет жасауға дайынбыз әрдайым. Арғырап анекдотты жалғастыратын Сен барағанда ересің, екі ортада секіртіп қойы. Ал, давай, бітейік. Құтқарайын сені, құтқарайын. Бір күні бала қазір Англияға, картошка теруге, құлқынай теруге хит болып кетті. Біреу Францияға тұрып тұтасың дейін, приглашениемен. Сөйтіп Францияға қалай барамын деп, тіл білмейді ғой. Сөйтіп досым ақылдасады ғой. Мен Францияға кетіп баратырмын, қалай не болады деп досы шыға ашық болған, жер көрмеген. Өнеріне барамын, ғымен фыны қосты, ұрай бері французша болады деген ғой. Ана аңқылан, мейл деген кеткен ғой Францияға. Сөйтіп самолеттен түседі, аэропортта шығады, сөйтіп бір өтіп баратады. Excuse me, фандай кофе дейді ғой, короче. Фау қандай фоше дейді да. Анау түрін барып, түріне қарап тұрды. Фаум фенде фугін келді деп. Егеу де ма? Сосын осындай қыз әңгіме бар бізде. Бізде өзім театрда істедім ғой, білесіңдер ғой. Мен театр актерімін негізі ше. Дауласып айтырып не қайтып қалдық қой. Бізде бір жас Мирам деген жақсы бір режиссер бар. Соның бір айтқан әңгімесі бар. Оралдың баласы да өз. Бізде кез боқтаймыз, ана сөйлейміз ғой. Боқтаудың өзі қандай жағымды естілген моменттер болады екен дейді. Бір күні Лондонда ма, Чикагода ма, бір жақта метрода. Қазақша кетіп баратқан ғой. Метрода тұр дейді. Настроение жоқ, жұмыста шаршап келеді. Шаңғыт дауыстар шығады дейді. Түсінбей қараса дейді. Тән кеме сен айттым ғой мен саған, қоя салу еді ғой, мен бұл қысық тұрып алдым ғой сен, қоймайсың ба, әнәңе пәлән. Ұрвады дейді. Анау боғаузыр құлама майда жақ дейді баланы ше жолсы бол. Сөмемді адамдар арасы бет қарап тауып алдым дейді. Сөйтсем екі батысын жегі тұрып алған теріс алған дейді. Анау аялдамадан түсуге еді ғой сен түспедің ғана, тағы жемейсің жемеді бір тіреп тұр дейді. Ақтөбе дейді. Ұнайды ма сол тілдер ше? Диалект ұнайды ма? Осыны не болып отыр ғой. Мен де бір күн Москваға бардым 2013 жылы. Самолеттен түстім аэропорттан. И, в общем, братчика күтіп алу керек болды да. Сонымен братчика жоқ айналада. И орысшаны қарқып білмейміз ғой біз ана Шымкентский ғой. Привет, пока, сондайлар ғой. Спасибо деп ше. Бағыз аралап білмейсіз ғой. Тұрмын, түсем, короче. Ояқта мұндай екен. 2013 жылы. Бізде 2013-те, даже қазірдің өзінде бар ғой, кейбір нелер магазиндерге барсаң да сим-карта сатып ала бересің ғой. Ояқта ондай емес. 2013-те немен бутикке, арнайы бутикке барасың, сим-карта сатып аласың, сол жерден істейсің. А мен Қазақстаннан пеп кете берген, как-будто теңген бәр жерде қабылдай беретін сияқты. Аэропортқа түсем, айналама қараймын, бәрі енді уже орыстар екен. Еще орыстар ше. Біздің орыстарды көрсең ғой, құшақтайсың ояқта ше. Ояқта салқын ғой. Ояқта өйтіп. Жаман салқын ояқта. Деп өтіп кетеді да, өтесің аналардың қарағаннан қорқасың ше. Сөйтіп бір кезде бағанағы үстінде біреуден телефон сұрай салайшы дедім ғой. Сол кезде есімде бар, 500 рубль төлегем. Мен барып келген жігіттерді көргем, енді ұлтшылдық емес, ұлтшылдық ойлап қалмасын, бірақ жақсы адамдар бар шығар. Бірақ мен жолдас балдарым көргендері біздің халықтың тұратын жері емес дейді. Біз кішіпейілікке үйреніп қалғанбыз, Қазақстан бұрыш-бұрышына бар әйтеуір. Иә, айтар. Аяқта салқын дейді. Таксист жігітке барып осындан біреуге барып сұраған ем. Можно позвонить деп ше.
можно твой бір бөле деп, короче, андай ауыр айтып тастады енді, в общем. Шымкентте болса бұр үйірін сынарады. Конечно, қырып кетмейші дальше. Сөйтіп таксистке барған, таксист тұрды да, можно позвонить, минута 500 рублей деді, короче. Байт көзім бақып, у меня рублей нету, только тенге деген емес. Сойдет деді, короче. Курс какой деді ғой, короче. Өзі 4 тенге тұқын, 2000 тенге бердім ғой. Сөйттім да ызыңдадым ба врачкаға. И келді, кеттік. Арада бір аптадан кейін уже беріп қойып, өзім жұмысымен кетіп қалып. И сонымен мен яқта отырып, бір кезде шығам, уже заводтың ішінде біз LG компаниясында жұмыс жасадық өзі. LG-дің ішінде жүрмін, ішінде толпа көп адамдар. И какой-то бір углына кетіп қалдым. Ол жақта именно орыстар нелер жұмыс істейді ғой. Орыс, өзбек, қырғыз нелер жұмыс істейді да, қазақ, там да басқа нациялар да бар, көп енді андай түсіне бермейсің. Бірақтан именно орыс, өзбек пен қырғызды көрсең, бауырыңды көргендей болады. Шынымен. Тұрмын, анардай жұмысты беріп істеп алдым, еще андай резиналарды ерітесің ғой, LG-дің көбісін білесіздер, арттары пластмасс. Пластмасс. Сол пластмастарды ерітіп пытаттарын істеп жатқанбыз. Телевизордың арты еді. И сонымен бір кезде яқтан өзбек жігіттер ғана сөйлеп алып, жүгіріп барасың қағып. Барсың ба? Блин, жылағым кетті тату бар ғой. Сөйтіп қырғыз жігіттерді көрдім. Бірақ қырғызға қарағанда өзбектер жақын келеді, бізге не үшін екенін білмеймін ше. Тарихты ақтарсың. Өзбек. Тарихты ақтарсың. Жоқ, жалпы өзбек халқы өзі андай ғой. Кішіпейіл ғой. Өзбек өз ағам. Ішіп оған кіріп кетеді. Любой ұлтқа кіріп кетеді ғой. Әке деп. Мен даже чешендермен бірге көп жұмыс істедім, и соның арасында бағанағы. Чешендердің бір жақтысы жері бар, бірақ бәрі бірдей емес. Бірақ арасында көбісі бір сөзді болады. Кәдімгі бір сөзді болады, андай. Демейді, бір сөз айтады, болды, до конца тұрады сол. Олар жақсы көреді қазақтарды, негізі чешендер. Ата-бабалары кезінде ссылкамен келген ғой. Конечно. Тарихта ол жағынан қарайтын болсақ, бізге корейстер де көп келген, мысалға ше. Корейстер бар. Ақтөбеде. LG компаниясының корейстері ғой. Корейстердің ішінде Өзбекстанның корейсі Паша деген жігіт біріншісінде жақсы араласып алдық. Екінші барған кезде мені сразу старший етіп қойды сол жігіт. 2014 жыл. Мен ол жаққа барған себебім қыста барады ғой. Қыста бізде мертвый сезон ғой, уже январь, февраль, март үшеуінде, короче, сол кезде пир едім ол жаққа. И сонымен 3 айда сөйтіп жылда 3 жыл бойы сөйтіп барып жүрдім. 3 жылдың ішінде бағанағы Паша көмектесті үшеуіне де. И осы жерде тағы рахмет айтып кетейін. Кореядағы жігіт бар тұғын, мистер Ли. Жоқ, мистер Ли. Господин К деген есім өшіп. Мистер Ли битті. Мистер Ли кетті, короче. Мистер Серик дейді тұғын маған. Мистер Серик. И ол кісінің постоянно қасында өзбек жігіт бар тұғын, корейсіз жақсы сөйлейтін еді. И ол корейсіз сөйлейтін жігіттің бір жақсы жері, өзбек жігіттің бір жақсы жері, ол өзбекше, қазақша, орысша и қырғызша сөйлей береді, бәріне перевод етіп береді да. Сол себепті ол жігіт бағана корейске күшті переводчик болды. Именно бағана зданияның ішінде болды. И мистер Ли маған тоже қырғын поддержка бергенше, бірінші барған кезімде, енді все равно өзге елге барғасын, не істеп қаласың ғой, олай? Қобалжып, шамал іштей андай болады ше. Өйткені сол мен барған күні, бір қызық нәрсенің бірі, мен барған күні бір бала қашып келеді ғой, короче. Не болды десе, Россияда әлі күнге дейін құлдық бар екен да. Мен білмеймін Қазақстанда бар жоғын ше, бірақтан Россияда бар екен, ана жігіт қашып келіп, менің документтерім бәрін алып қойды, немнің бәрін алып қойды деді да. И сонымен ана жерде қашып келгеннен кейін сразу көмектесті, балдар ол ақша тастап ортадан. Барамызда бір жігіт бар еді, Шаянның жігіті. Шымкент облысында Шаян ауданы ма? Бәйдібек ауданы, Бәйдібек ауданында Шаян деген неде. В общем, сол жердегі жігіт шамалы шустер еді да, сол жігіт алды да, ана жігітке ертең саған не істейміз деді ғой. Клизма. Жоқ, аты не? Посольствоға барып документтерді туралаймыз деген. Посольство. Түнде ақша жинап береміз да ана балаға. Келесі күні посольствоға кететін болды да. И посольствоға кетіп бара ана бала қашып кеткен ғой. Біздің қазақ баладан. Тентегі ақша бәрін алып қашып кетті, не үшін екенін. Адамдарға негізі жасыл жақпайды, негізі көбісіне ше. Өзі құлдықтан қашпаған, өзі сөйтіп нан тауып жүрген біреу. Иә. Мүмкін. Не бір адамдар бар. Значит, ана жерде дұрыс айтпаппын. Россияда құлдық жоқ болды. Ертең соғыс болып кетіп жүрмесін. Етейік.
темадан алшақтамай бір анекдот есіме түсіп кетті да. Бірақ ше бұны қалдырасың ба қалдырмайсың ба өзің білесің. Иә. Пошлый мен айтамын бірақ. Доқтаймын бірақ сразу айтайын. Бір күні через бисмилля ұр. бір күні Россия деп айтып қалдыңдар ғой. Россияда анау Москвада район бар. Қандай еді? Өңшең байлар тұрады. Рублевка. Россияда Москвада Рублевка деген районда олигарх жігіт дейді да, 90-шы жылдардың серкесі ғой енді ол рекеттердің бірі. Үйінен охранниктерімен, 2 машина охранникпен шығып барады, кетіп барады да. Әйел бір өзі қалған үйінде. Күдіктенген ғой бірдеңеден ше. Неге деп артқа қайтшы деп айтады дейді водительге. Водитель жайша ма десе. Ана үйде эмигранттар не дейді? Нелегалдар. Нелегалдар, иммигранттар. Үйде жүр ғой жұмысшылар. Нелегал, иммигрант. Күдіктенген осылардан дейді ғой. Жарайды, жүріңіз деп артқа қайтады. Қайтып келіп жатады да әйелінің спальныйын ашпаса. Бір нелегал жүгіріп шыққан ғой. Ұстап алыпты. Мына жеріне ұстап алыпты да тура. Охраннигіне барды ат тастады деген. Машинаға артына салып тастады. Енді шкафты ашпаса екінші тұр дейді. Ананы ат тастады. Мынаны алып көбін зікіп таста деп айтқан ғой. Екеуінде бір багажникке салып қойыпты. Кетіп бара жатыр дейді. Артынан айқай шығып жатыр дейді. Көмектес кетіп бара жатыр. Орманның ортасына кетіпті да. Багажникті ашпаса біреу бүйтіп деп айтады. Братан, шатасып кетпе, мен тізгесін деп Иә, мына анекдот қалдырасың бірақ ше. қазір Деген дауыстан. Ана не айтсақты болды. Сені итерем, сені атам дей ма біраз өзі білді сөйтіп. Неміс ака өзі біледі, кімді итереді, кімді атайды деген біз анекдоттар біздің естігенде соғыс кезінде. Мен есіме түседі. Негізі анекдот көп. Если осы мені міндет шоуды көріп жатсаңыздар, арасында бағанағы анекдот білетін болсаңыздар, сол анекдоттарды айтып отырыңыздар. Комментария жазыңыздар, біз өзі келесі жолы может сіздің атыңызды атап тұрып айтамыз ше. Арды сөйтпейші білем есіме түспейді. Бір түрмеде дейді да. Екі мужик отқан ғой, сен білесің бажа. Сондайлай дейді, бажа деген. Екі мужик түрмеде отыр дейді да. Отса біреу голубой екен да шынында ше. Сөйтіп қалап отыр дейді да, голубой ғой. Күн 40 градус ыстық дейді, бір шыбын деп мына жеріне қонақ дейді, анау нормальный жігіттің голубой емес. Бүйтеді кетпейді, бүйтеді кетпейді. Мазасын алып тастаған ғой, сөйтіп анау нормальный жігіт, натурал жігіт дейді. Бля, шешем, мына шыбын ұстап алсам көтін сігіп өлтіремін деген. Шанда жігіт деп Ақыр не жайлы Перу жайлы әңгімешіп кетті ғой. Бір күн озабоченный көрген папугай болыпты да. Озабоченный жатау үйінде заттарын бір пиала айнайсын озабоченный. Уже олармен бір моча түсіп жерге сабын тастамайтындай жағдайда үшін папугай асырапты да. Папугай бір кезде қартайған ба, каким-то сөзін сатуға неғыпты. Еще папугайлар сөйлейді ғой. Бір жігітті айтыр. Айтасайын десем, саппа дейін тұрып қалып жігіт көрімен. Айта берсеңші. Пәленші деген ат қой көресі. Мақсат деп. Бауырым бар мен. Жетті папугай сатады, жігіт сатып алады, студент бала. Жетті папугай мен жеп қояды. Ана сурет, мынаны сурет, бір кезде папугай тұрады да. Ана қарамайды ғой. Аяғы сабағын жазып тұрады, сатып алған жігіт үйіне апарып. Папугай және отырады да ой кетеді да бүйтіп ана қыз баланың құйрығына кетеді, көзіне папугай тұрады папугайлар. Тұрады да. Пәленше бір беріш деп. Түсінбейді ана, беш жынды ма дейді. Құс дейді да еще, құс сұрап тұр да. Пәленше бір беріш, пәленше бір беріш, бір көрейікші, пәленше бір көріш қоймайды дейді. Ана жынданып кеткен ғой. Ана өлтірейін десем, ақша пәлен бар істеп алады. Келмейді. Жарты күн ырғым шағыр оңынан ше, сабақ жазамайды да. Просто жоғыш береді ғой. Сабағын жағы отырады, түн жарым болды. Бұғай үндемей қалды дейді да, сөйлеп отырады. Осы тұншы көріп болған жоқ ба, не болды деген деп. Жай барады да. Просто жай бүйтіп ашса папугайда бүйтіп қисек тұрып, ашып қалса бір-біріне қарап көтің қышты ма деп айтады.
вообще басқа нәрсе күтемін мен ше. Естігенмін мен, бірақ ол вообще басқа жерге кетті ғой. Параллельно қарап. Потом что деп айтады. Сөйтіп анау бір вечерде дейді да. Амилялау біреу. Араларда біреу бар еді, бірақ енді мужской түрде ол. Біз Амиля кетіп қалған ғой, шақырып. Сөйтті, мынаны алдына вечерде білесіңдер ғой, ауыл жерде жата береді деп қарласып. Ананы алдына түскен артқа жатқандар апасын деп айтады да. Көрінген еркек, шал, кемпір қарамайды ол. Кесіп сол ұрып кете береді дейді ғой. Сөйтті, қойшы деп, мақұл деп дейді. Сөйтіп анау алдына жатқан бала біреу жатып қаласы есі түсіп кетті да, артындағы что-то подозрительный дейді. Это артына бүйтіп қолын қойып ұстады ғой, жатады да теріс қарап ұйықтап жатады. Сөйтті, азан тұрса қол бүйтіп қалған дейді. Су дейді да. Тұрып алып, ақы ұрып кеттім ғой деп атады дейді. Ана бала жоқ дейді бірақ. Бүйтті дейді да қол, су дейді жан-жағы. Не бар. Бәрі жима кетіп қалды ғой, бәрі 18. Кетіп қалды. Цензура жоқ болу керек қой негізі. Болса қысым болады. Қақи болсын. Ана камера өшіп қалды сізге жағында бар. Симайсың. Кет, отыр. Сиямыз ба? Сиямыз. Семейный фото болды ғой. Семейный фото болғанда мынандай ғой. Құрметті достар, бізде камераның флешкасы толып қалды, сол жерде бір камера жабсадыр. В общем, сіздерге рахмет, комментарий жазыңыздар, міндет шоу. Осы жер тағы біз бір айтып жіберетініміз не бар? Осы неге? Алқаға алғысымыз шексіз, рахмет. Осы алқаға келіп, бағанағы жанұялармен, отбасылық фото, винетка, мектеп бітіріп жатқан оқушыларға love story, ұзату, сүндет той, тағы подкаст. Жаңа аза десең аласыз. Кеспейміз, әзіл. Солардың бәріне қызмет жасайды. Келіңіздер, если міндет шоудан келіп жатырық десеңіздер, сіздерге 1% скидка. 1% деген миллиардтан 10 миллион. Миллиардтан 10 миллион. Тиыннан теңге құралады деген атамның қазақ. 10 теңгеден 1 теңге десің ба? Зато қараңыздар. 1000 теңгеден 100 теңге. 0% ба? 10 000 теңгеден 0%. 10 000 теңгеден 100 теңге, иә? 10 000 теңгеден 10% 100 теңге дейді. 10%-та 1000 теңге болады. 1000 теңгенің 10%-і 1000 теңге емес, 10 000 теңге деймін. 10 мыңнан ба? 10 000 теңгеден 100 теңге түседі. Жалпы бүгінгі тақырып вышматтан болады. Выш математика. Есебін шығарамай отырмыз. Комментария жазып кетіңіздер, қанша теңге болатынын. Жалпы Нұршит бауырым рахмет. Осы керемет локация бергеніңе, Алқа студиясына рахмет. Келіңіздер, таргет жүріп жатыр. Инстаграмнан шығып жатса, телефон бәрі астында, адресі бәрі тұр. Күмәнданбаңыздар, көңілдеріңіз толады деп ойлаймын. Мен түрін түсіп жатқан жоқ қой. Закадровый бір анекдот жіберейінші. Давай. Жалғыз біреу қатып кетті да. В общем, жалғызсырамастан өтсін. бір жігіт қатты, ақшадан қысылып жүрген да. И бай досына барған ғой. Бауырым ақша берші деп. Көз шайлайды дейм ау. Күйіс қайтарып отыр ма? Бір күн бала зоопаркке барып, зебра көріп. Папа, ана ешек не бояп тастағансың. Балам боялмаған, просто Мария ешек деп атайды дейді.